Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында құрт әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі 1 литр айран, яғни кефир дүкендікі. Бұл дүкеннің айранын бір күнге тоңазытқышқа салып осылай қатырып аламыз. Қорабынан осылай ажыратып аламыз. Енді сүзетін ыдысымызға, яғни душлагымызға кез келген материалымызды, не марлымызды осылай қойып, ерігенше қалдырамыз. Менде бір 12 сағатта тұрды осылай. Сары суы бөлінді, сары суын аптастаймыз. Кішкене басыңқырап, үстіне ауыр зат қойып, тағы да суынан толықтай арылғанша қалдырамыз. Мінекей біздің сүзбеміз дайын, осындай қою болады, қатты масса, яғни плотный масса дайын болады. Сүзбеміздің үстіне татымына қарай тұзын салып, жақсылап араластырып, дөңгелетіп бастаймыз. Дөңгелеткен кезде саусақтарымыздың арасын ашпасақ, бізде доп-домалақ форма шығады. Тек қана алақанымызбен жұмыс жасаймыз. Осылай қатты мұжғылап аламыз, және де домалатамыз. Дайын болған құрттарымызды жұмыртқаның лотогына осылай марлымызды төсеп, кепкенше қалдырамыз. Біздің құрттарымыз дүкендікінен қарағанда әлде қайда дәмді, әрі табиғи болып шығады. Жасап көріңіздер, балаларыңызды, жақындарыңызды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.